Әкемді кешіре алмаймын, кешіргім келмейді деп бір клиент келді. Ол кісімен жұмыс жасаған кезде кішкентай кезінде әкесі өте қатты көп ұрған екен, және өте ауыр сөздер айтқан. Содан әкесіне деген өкпе-ренішті жылдар бойы өзімен көтеріп жүрген. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуімен проблема болып жатыр. Әкесін қабылдамаудың артында күйеуін де қабылдамай отыр. Күйеуімен қарым-қатынасты дұрыстау үшін әкесіне деген өкпе-ренішті босату керек. Әкенің аты әке, қанша дегенмен ол кісі оны әдейі жазып жатқан жоқ. Оның өзінің ішкі травмалары болуы мүмкін. Сондықтан әкеңізді қалай бар солай қабылдап кешіру керек. Сол кезде сіздің қарым-қатынасыңыз күйеуіңізбен, табыспен дұрысталады. Менің өзім әкем өмірден өтіп кетті, өкінішке орай. Менде де әкеме деген өкпе-реніш болған. Бірақ қазір өмірден өтіп кеткеннен кейін өкінішті оның барлығын кешірсініп отырғаным. Сондықтан әкелеріңіз тірі кезіңізде әкеңізді кешіріп, әкеңізге жылы сөз айтып, махаббаттарыңызды білдіріп жүріңіздер. Әйтпесе кеш болуы мүмкін.